Биыл Жасыл ел бағдарламасына қатысқан исатайлық жастардың саны артты. Өткен жылы небәрі 50 жас еңбек маусымына қатысқан, ал биыл олардың саны 200-ге жеткен. Бағдарламаға енген өзгеріске сай еңбек ақылары да өсті. Бағдарлама жүзеге асқан алғашқы айларда ауылдағы жұмыссыз жастар мен әлеуметтік аз қамтылған отбасы балалары қатыстырылды. Облыстағы 2000 жаз бойы Жасыл ел бағдарламасы аясында нәпақа тапты. Олардың қатарында Нарын ауылдық округінің жастары да бар. Солардың бірі Абылай хан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері университетінің 2-ші курс студенті Ақерке Жиенғазиева. Бірнеше тілді қатар меңгерген жас Экспо 2017 халықаралық мамандандырылған көрмесінде ерікті болып қызмет еткен. Енді Жасыл ел бағдарламасының 4-ші кезеңіне қатысуда. Қазір енді жазғы демалысқа шығып, ауылға келіп, мемлекеттік бағдарлама Жасыл ел бойынша Нарын ауылында қызмет атқарып жатырмыз. Біздің басты мақсатымыз ауылымызды көгалдандыру болып табылады. Бағдарламаның 4 маусымында аудандағы 7 округтен де жастар қатысты. Олардың жалақысы өткен жылмен салыстырғанда біраз өскен. Әр қатысушы 60 000 теңгеден астам еңбек ақы алды. Ауылдық округ көлемінде биыл Жасыл ел бағдарламасы бойынша 24 жас жұмысқа алынды. Қазіргі уақытта олар әрбіреуі 4 кезеңмен жұмыс жасады. Олар ауылымыз үшін, осы ауылымызды көркейтуге, гүлдендіруге үлкен еңбектерін сіңіріп жатыр. Оның дені студенттер және ауылымыздағы жұмыссыз жастар әлеуметтік жағдайларына қарап іріктеліп алынды. Студент жастар тек ауылды көркейту емес, сонымен қатар ауыл, аудан, облыс көлеміндегі түрлі шараларға қатысып жастармен пікір алмасты. Гүлназ Кәрімжан, Ержан Шеруенов, Исатай ауданынан.